Армысыздар, бұл Атамекен бизнес арнасындағы эксклюзив бағдарламасы. Біз бүгін президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың таяуда ғана жасаған жарлығына сәйкес, яғни несиелік жеңілдету шарасына қатысты бірқатар мәселелер жөнінде әңгіме қозғайтын боламыз. Бұл төңіректе әрине сұрақ өте көп. Соның бір сыпырасына жалпы Қазақ Қаржы министрлігінің бюджеттік кредиттеу департаменті директорының орынбасары Бинязов Дархан Берікұлы жауап беретін болады. Дархан Берікұлы, жалпы уақыт тауып бізбен сұхбаттасуға келіскеніңізге алдын ала алғысымызды білдірейік. Өйткені сіздердің де қазір жұмыстарыңыз өте қарбалас, оны біз де түсінеміз. Енді бірден сұрағыма көшсем, жалпы бұл шараны, яғни бастаманы енгізудегі мақсат не болды? Енді бұл жарлықтың нағызы ең басты мақсаты осы Қазақстан Республикасының азаматтарының борыштарының жүктемесін азайту болып есептеледі. Соған енді барлық азаматтар емес, жаңағы бүгінгі азаматтардың аса мұқтаж тап болған азаматтарға көмек көрсету болып келеді. Ол жаңағы барлық кредиттер емес, енді алдымен бүгінгі екінің бірінде кездесетін тұтынушы кредиттердің міндеттемелерін өтеу болып есептеледі. Одан да басқа барлық қазақстандықтардың айыппұлдарын, өсемпұлдарын есептен шығару есептеледі. Сол мақсаттарға арналған жарлық қабылданған. Әрбір 10 адамның 6-шысы несие алған дейді елімізде. Жалпы енді бюджеттен бұл ауыртпалық салмай ма? Қалай ойлайсыздар? Онсыз да біз әлеуметке өзі көп ақша салып жатырмыз ғой. Да, өте орынды сұрақ. Енді бұл әлеуметтік көмек болғанда енді жаңа жарлықта көрсетілген ғой. Бұл аса мұқтаж жандарға іріктеліп бір 7 санаттар жатады. Оны айтып өтсек, жаңа көп балалы аналар, жетім балалар деген сияқты жаңағы 7 тізімнен тұрады. Сол адамдарға жаңағы кредиттер, тұтынушы кредиттерінің 300 мыңға дейінгі төлемдері өтелетін болады. Ал жаңағы екінші бөлікке бөлсек, жаңағы басқа азаматтар бар. Ол азаматтарға Ол яғни 5 миллион адам, да, бұл 5 миллион адамдар бойынша, біріншілігі жағдай бойынша өсімпұлдар мен айыппұлдардың бәрі кешірілетін болады. Енді жаңа екінші сұрақ айтып кеттіңіз ғой, бюджеттіктен ауыртпашылық болмай ма деп. Енді біз жақында жаңа республикалық бюджеттің қайта бекітіліп өтті, жаңа парламенттің бәріне өтті, бекітілді. Сол бюджетте қарастырған соманың айтып өтетін болсақ, оған бір 89 миллиардқа жуық сома қарастырылды. Ол жаңағы сомалардың бәрі жаңағы тұтынушы кредиттері бойынша жаңа мұқтаж адамдар тізімдегі адамдардың кредиттерін 300 мыңға дейінгі сомасын өтеуге арналатын болады. Жалпы тізімді бекітуде сіздермен бірге тағы қандай ведомство жұмыс жасап жатыр? Барлықтарыңыз бір-біріңізбен байланыстасыздар ғой, негізі? Бұл енді жұмыста енді жаңағы айтып өттік қой, жаңа көп балалы аналар дедік, жетім балалар дедік қой. Сол бойынша салалық министрліктер бар ғой, бізде бүгін білім министрлігі бар, еңбек және әлеуметтік қорғау министрліктері бар. Солар өздері тізімдерді жасап жатыр. Бізде өз жағымыздан жаңағы өзімізде ұлттық банк бар, өзімізде атсалысу жұмыстарын бәрін қарастырып жатырмыз. Бірге сол тізімдердің бәрі болғаннан кейін, дайын болғаннан кейін, ол тізімді жаңағы бізде ұлттық банкте кредиттік бюро деген бар ғой. Бірінші кредиттік бюро, да. Соған тізімді жібереді. Ол тізімнен іріктеледі. Өйткені жарлықта аталған ғой, 3 миллионға дейінгі тұтынушы кредиттері бойынша өтемақының 300 мыңға дейін кешірілетін болады. Сол жұмыстар. Мысалы, бір азаматтың 300 мыңға жетпейтін несиесі болса, бұндай жағдайда толық несиесі төленеді деп айтуыңызға бола ма? Болады, оны айтып өтсек, былай, мысалы, жаңағы айттық қой, 7 санат дедік қой. Сол 7 санатқа кіріп отырса, жаңа кісінің санаты. Ол мысалы, мүгедек баласы бар болса, 18 жасқа дейінгі, немесе көп балалы аналы болса, тұтынушы кредит бойынша 300 мыңға дейінгі жаңағы негізгі борышы болсын, есептелген сыйақысы болсын, сол 300 мыңға дейінгі бәрі өтелетін болады. Жалпы бұл бір реттік акция ма? Әрине, өйткені жаңа қабылданған жарлығымызда айтылған ғой, бір жолата қабылданатын көмек болып есептелетін болады. Яғни бұған дейін біздің елімізде бұндай акция болған емес деп айта аламыз, е? Әрине, өйткені жарлықтың өзіне жазылған бір жолата шара болып есептеледі. Өйткені ол 2 рет 3 рет қайталатын болса, орысша айтқанда ежедневенщикте деген болады ғой, елде пайда болып кетеді. Өйткені бүгін кредит алады да, тұтынушы ертең айтады, ой, маған мемлекет төлейтін болады деп.
ондай сезім пайда болмау керек, адамда өзінде міндет пайда болу керек. Қарыз алдым да оны төлеу керек. Енді 1-шілдеден бастап, яғни 5 миллион адамның бастапқы кезде айыппұлдары мен өсімпұлдары мүлдем алынып тастайды деп айтылды. Енді қазіргі таңда сіздер хронология бойынша қандай жұмыстарды атқарып жатсыздар? Бүгінгі таңда енді бұл президент жарлығын іске асыру үшін бізден айтып өттік қой, жаңа білім және ғылым министрлігі бар, әлеуметтік қорғау министрлігі бар, Қазақстан біздің қаржы министрлігі бар, ұлттық банк бар, және бізде проблемалық кредиттер қоры деген акционерлік қоғам бар. Сол бәрі бірігіп, жаңағы ережені қарастыруда. Сол ережеде әр тараптың өзінің міндеттемелер қарастырылатын болады, функциялар қарастырылатын болады. Кім қай уақытта қандай тізімді, қандай ақпарат беру керек болатын болады. Мысалы да білім және ғылым министрлігі жаңағы 7 санатта тұратын мұқтаж адамдардың тізімдерін береді. Ол тізімін алады да жаңағы кредиттік бюроға барып түседі. Кредиттік бюро жаңағы тізімді есептейді, жаңағы 3 миллионға дейінгі тұтынушы кредиттердің тізімін іріктейтін болады. Оны алады да жаңа екінші деңгейдегі банктерге барады, одан кейін микрокредиттік қаржы ұйымдарына барады. Ол жаңағы екі ұйым, екінші деңгей банктері бар, микроқаржы ұйымдары бар. Ол жаңағы тізімді бекітеді, тізімді жаңағы неге жібереді, біздің проблем кредиттер қорына жіберетін болады. Проблем кредиттер қоры да тізімнің арқасында сол тізімді кімге жібереді, жаңағы әлеуметтік қорғау және министрлігіне жіберетін болады. Айтады, осындай мысалы осындай бойынша адамдар, менің тізім бойынша 100 или 200 адамдай, мысалы, или 1000 адамдай бойынша осындай 80 миллиард или 85 миллиард дегендей бойынша ақша түсу керек деп болады, айтады. Одан кейін сол тізімді республикалық бюджет есебінен жаңағы проблем кредиттер қорының есебі арқылы банктер кредиттеріне, банктерге, жаңағы микроқаржылық ұйымдардың шоттарына түсетін, есептелетін болады ақшалар. Онлайн кредиттеу бюролары бұл жерге жатпайды, онлайн арқылы кредит алғандар, бұл санатқа қосылмайды ғой? Жоқ, әрине, өйткені бізде айтылған ғой, жарлықта тұтынушы кредиттер берілетін кредиторларымыз жаңағы екінші деңгей банктер болу керек, және микрокредиттік қаржы ұйымдары болу керек. Өйткені бізде ондайлар басқаларымызда бар ғой, мысалы ломбардтар бар, мысалы онлайн кредиттер бар, мысалы Қазақстанда басқа түрлері көп қой. Ондайлардың бәрі қосылып болмайды ондайларға. Енді екінші деңгейлі банк демекші, қалай екінші деңгейлі банктерге жетеді, осы тетікті айта кетесіз бе? Ол мысалы жаңа айттым ғой, республикалық бюджеттің қарастыру кезінде айттық қой, жаңа бюджеттік бағдарламаның әкімшісі әлеуметтік және еңбек қорғау министрлігі болды ғой. Соның бюджет бағдарламасында 89 миллиардқа жуық ақша қарастырылған, қаражат. Сол жаңа проблем кредиттер қорынан құжат келіп түскенде, сол құжат арқасында жаңағы ақшаны кімнің есеп шотына аударады проблем кредиттер қорының. Ол жаңағы тексерілген кредиттік бюроның анықтамасының арқасында жаңағы проблем кредиттер қорының шотына келіп аударады. Ол жаңағы тексерілген тізім кейін жаңағы әр банктердің әр тараптанды әрбірлеріне шоттарына жаңағы тізімнің арқасында шоттарына қаражат аударатын болады. Бұл қай мерзімде аяқталады? Осы жұмыстың барлығы, процестің барлығы? Осы 1-2 айдың ішінде біту керек ол шаруалардың бәрі. Өйткені күн қазір жан-жақты жұмыстар жүріп жатыр. Банктер өздерінің жұмыстарын істеп жатыр, мемлекеттік органдар өздерінің жұмыстарын істеп жатыр. Бәрі уақытында біту үшін. Енді соңғы сұрағым болсын, жалпы енді 500 мың адам деп шекті межені белгіледі ғой, бірақ бұл жерде плюс-минусты қалай есептейсіздер? Бәлкім мысалы сол несиені алатын адамдар, несиені төлеуін алатын адамдардың саны артып кетуі мүмкін ғой. Сондай жағдайда сіздер қандай жоспар құрып отырсыздар? Ондай жағдайда қарастырылған, мысалы жаңағы айттық қой, 89 миллиардқа жуық ақша мысалы жетпей қалатын жағдайда, мысалы бізде үкіметтің резерв деген бар ғой, сондай сол қаражат көзінен қарастырылатын болады. Мысалы 90 миллиард дейтін болса, 1 миллиард жаңағы үкімет резервінен бөлінетін болады. Сол 100%-ық жаңағы мемлекет басшысының жарлығын орындау үшін. Жаңағы резерв туралы айтсаңыз, бұл ақша резервтен алынады, е? Да, резервтен айттық қой, біз қаржы көзінде сол резервті қарастырып отырмыз ғой. Өйткені резервтің де өзінің бөлек рәсімдері болады. Өйткені оған жаңағы қалыптастыру бюджетке оған қатысты болмайды. Оған мысалы керек жағдай бола ма, сол кезде мысалы әкімшісі ретінде жаңағы еңбек қорғау министрлігі
өзінің өтінімін береді, жарлыққа сәйкес жетпей тұрған соманы соны резервтен бөлінетін болады. Енді бұл енді соңғы сұрағым болсын шынында да. Жалпы сіздердің министрліктеріңізге хабарласып, менің жағдайым осындай еді деп көмек сұрап жатқан адамдар бар ма? Өйткені бұны кішкене түсінбей жатқан адамдар да көп та қазір. Әрине, қазір енді жарлықтан естіп жатқандар теледидардан, неден де бұқаралық ақпарат құралдардан бәрі оқып жатқандар, бәрі бізге хаттар түсіп жатыр ақырын-ақырын. Өйткені біз оны сәйкесінше салалық министрліктеріне жіберіп жатырмыз. Мысалы, жаңағы жетім балалар дейді, оны біз жаңағы білім және ғылым министрлігіне жіберіп жатырмыз. Олар белгілейді ғой, кім қандай санатқа жатады. Мысалы, мүгедек адамдар бар, мүгедек балалар барларды, ол мысалы бізде екінші санаттағы, үшінші санаттағы мүгедектер бар, оны біз жаңағы еңбек және қорғау министрліктеріне жіберіп жатырмыз. Оны бізде онда ақпарат біз қаржы министрлігінде жоқ қолымызда. Сол үшін ол тиісті министрліктер оларға тиісті өзі сапалы жауап беру үшін соларға жіберіп жатырмыз ондайларды. Дархан Берікұлы, сұхбатыңызға үлкен рахмет. Ал мен өздеріңіздің естеріңізге сала кетейін, бұл Атамекен бизнес арнасындағы эксклюзив бағдарламасы болатын. Бізбен сұхбаттасқан Қаржы министрлігінің бюджеттік кредиттеу департаменті директорының орынбасары Бинязов Дархан Берікұлы болатын. Мен өздеріңізбен қоштасамын, келесі апта жүздескенше.